Сәлем, бүгін адамдарды шектейтін 10 кедергі туралы айтатын боламын. Не үшін бұл тақырыпты алдым? Себебі бұл тақырып өте маңызды. Барлық адамдардың, мысалға, бизнес бастайды, тағы да бір жұмыс жасайды, алдыға ұмтылады. Белгілі бір адамдар кәсіптің алдында, бірдеңені бастайтынның алдында міндетті түрде осы кедергілер шығады. Осы базадағы 10 кедергі 90% адамның өміріне өте үлкен зиянын келтіріп жатады. Сонымен дәл қазір өсуіңе жол бермейтін, көрінбейтін бөгеттерді біліп алуыңа мүмкіндік жасайтын боламын. Жақсылап тыңдаймыз деп ойлаймын. Ары қарай жалғастырайық, иә? Так, бұл тақырыпты айтатын мен кіммін? Бұл тақырыпты айтатын мен Қазына Дәрімбет, психолог кеңесші. 5 жылдан бері осы салада мышление бойынша жұмыс жасап келе жатырмын. Қаншама кәсіпкерлердің, қаншама эксперттердің өзінің жолын табуға көмектесіп келе жатырмын. Себебі именно кәсіпті бастайтын, әрекетті жасайтын, алдыға ұмтылатын адамдарда міндетті түрде пайда болатын 5 кедергі, 10 кедергі, то есть. Енді соның ең базадағы 5 кедергісіне менде тест бар. Сол тесттен өтіп шықсаңыздар болады. Өтіп шыққан болсаңыздар, мен тіптен қуаныштымын. Өйткені ол нәрсені анықтау өте маңызды. Ал ары қарай кеттік. Енді не үшін бұл тақырып маңызды? Адамдардың көпшілігі мүмкіндіктен емес, өзінің санасындағы ішкі кедергілерінен ғана тоқтайды. Ол сол ішінде бір жерді айналып, шеңберде жүргендей өмірі бір сарынға айналады. Яғни бірдеңені бастайды, бірақ үйдің тіршілігінен босамайды, белгілі бір әрекеттерден босамайды, өзін босатпай жүреді. Ол ойлайды, мен босамай жатырмын, уақыт таба алмай жатырмын деп ойлайды. Ал шын мәнісінде ол уақытты таба алмай жатырған жоқ, оның миы қашып жатыр. Миы өзіне кедергі жасап жатыр. Және соның кесірінен өзін тоқтатып, басқа нәрселерге алаңдаумен айналысып кетеді. Енді қазір іште бізде үнемі айналып жүретін осы қандай кедергілер мен қазір сіздерге толық ашып айтамын. Одан кейін бұл тағы қандай кедергі жасайды? Үнсіз азаптанасың, былай айтқанда. Басқалар мықты, мен жетіспеймін, менде әлі бірдеңе жетіспейді деп өзін құнсыздандырады, өзін түсінбейді көп жағдайда. Және адам мүмкіндігі бола тұра, ішкі бағдарламасы оны тоқтатып тұрады. Яғни іште сен әлі жеткіліксізсің, сен әлі орта жолда келе жатырсың, сен әлі бірдеңеге жетпедің, саған әлі жүру керек, сенде әлі бірдеңе толыққанды емес деген сияқты іште үнемі тоқтатпайтын кедергі дүниелер бар. Бірақ уайымдайтын ештеңе жоқ, шешім бар. Бұл кедергілерді атап, танып және жұмыс жасауға болады. Және осы кедергілермен жұмыс жасаған кезде өміріңіз өзгеруі әбден мүмкін. Және осылай өмірін өзгерткен өте көп адамдар бар. Мысал келтіруіме болады. Тіпті 5 жыл бойы жүрегі ауырған бір кісі бар, аты Қанат. Сол кісі менімен бір разбордан ғана ол жүрек ауруынан жазылып кетті. Ол кісіде не болды? Шын мәнісінде өзін кінәлайтын сезім болды. Өзін белгілі бір нәрсеге үнемі кінәлағаннан кейін оның жүрегі оған шыдамай сигнал бере бастайды. Сенде бірдеңе дұрыс емес деген. Ал ол ішкі мынандай ауруға ұшырау, тағы басқа бастың қысылуы, жүректің айнуы, немесе бір тамақтың ұстауы, қайта-қайта сенде бір аурулар қайта-қайта келе беретін болса, онда оның түп тамыры өзіңді шекте отырған ішкі блоктан басталады. Сол тамырды тауып, сол өзгеруді тапқаннан кейін, сол кедергіні тапқаннан кейін сенде үлкен өзгерістер болады. Сол үшін де кейде бізде бір ғана разбордан кейін кәдімгідей жүрек ауруынан жазылып, кәдімгідей өмірінде өзгерістер болып жатады. Бірақ мен ол Қанат мырза келемге дейін мен ол адамның өмірінде, жүрегі ауыратын білген жоқпын. Разбордан кейін жазылған кезде барып білдім. Яғни адамдар маған ауру запросымен келмейді. Менде мынандай нәрсе шектеп тұр, менде мынандай нәрсе болып жатыр, немесе бизнесімді бастай алмай жатырмын, немесе тоқтап тұрған сияқтымын, немесе қарызға кіріп кеттім деген сияқты нақты бір запростармен келеді. Сонымен ең бірінші банально деймін, ең бірінші, ең үлкен кедергі ол өзін жазғыру.
өзін жазғыру. Бұл жерде өзін жазғыру арқылы неге мен бұлай жасадым, неге қателестім, неге анандай өзіңе қанша рет бір сұрақты қоя бересің. Қайта-қайта қатені қанша рет еске ала бересің. Сол арқылы ішің қысылып, еш нәрсе істегің келмей, өзіңді жазғырып, бір жағдайды өзгертпейсің. Тек қана кінәлай беретін режимға түсіп кетесің. Негізі шын мәнісінде бұл ойлаудан басталады да. Өзін жазғыру әдеті, яғни бірдеңе басталады, мысалға, кешігіп келе жатыр ма? Вот, әне мен үнемі кешігем, тағы бірдеңе істемеді ма? Вот, әне мен үнемі осындаймын деу арқылы өзіне ұрса береді. Ал өзін ұрсу, өзін жазғыру, өзіне деген претензия ол өзінде ғана болмайды. Сосын бұл әдет болып қалғаннан кейін сырттағы адамдарға да сол фактор әсер етеді. Яғни басқалар да кінәлайды. Вот сен неге мынаны жасамайсың? Вот сен неге мынаны аяқтамайсың? Неге сен бастайсың да соңына жеткізбейсің деп ұрса береді. Неге? Себебі шын мәнісінде өзін қатты жазғырады. Яғни сен өзіңді жазғырасың ба жоқ па, қалай анықтайсың, оны? Шын мәнісінде сен біреуді жазғырасың ба, онда өзіңді де жазғырасың. Сен біреуді кінәлайсың ба, онда өзіңді де кінәлайсың. Вот осы позиция арқылы анықтап алуға болады. Жалпы бірінші этап осы. Екінші кінәлі сезіну. Бұл сезім қалай көрінеді? Мысалға, мен жеткіліксіз болдым, вот маған айтып еді, кезінде түсіндіріп еді, барлығы айтады, неге осы қаншама білімді естіп жатырмын, қаншама психологтарды естіп жатырмын, нақ мен өзгермеймін. Нақ мен бір орында тұрып қалдым. Басқалардың сезімі үшін жауапкершілік алып қояды осындай кезде, кінәлі сезінген. Яғни біреу, вот ананың менің кесірімнен ол бармай қалды жұмысқа. Менің кесірімнен ол тоқтап қалды. Әсіресе әйел адамдар болады. Күйеуінің жұмыс жасамайтынын да өзінен көреді, ақшасының жоқтығын да өзінен көреді, үйде баланс болмаса да өзінен көреді. Менде бірдеңе дұрыс емес деген сезім үнемі болады. Вот осы сияқты жалпы бұл әдет қана. Шын мәнісінде сенің кінәңнен болып жатырған жоқ. Сенде осы өзіңді кінәлі сезіну әдеті бар. Ол бізде бала кездегі сценарийлардан басталады ғой. Бала кезден бастап, вот ұят болады. Неге сен бұлай істедің? Ойыншық жина дедім, сен жинамадың деген сияқты. Бала кезде біз бала болдық қой. Сол кезде өзімізді кінәлап, іштей, ыңғайсыз сезініп үйрендік те, сол сезім бізге норма болып қалады. Ақыр соңында кінәлі сезім әдеті қалып қояды. Бұл әдет ауыспайынша үнемі бұл сезімдер, мен айтайын, сразу бұл жаңағы құнсыздандыру, жаңағы жазғыру, кінәлі сезіну деген сезімдер бізде ішкі әлемді бұзады, негативті сезімдер. Ал бізде қаншалықты негативті сезім пайда болады, соншалықты бізде жаңағы дұрыс емес состояние пайда болады. Бұл сезімдер бізде бар болатын болса, онда міндетті түрде бұл сезімдерді алып тастамайынша сенің өміріңде өзгерістер бола қояды дегенге мен сене алмаймын. Себебі кез келген бай адамнан сұра, кез келген жетістікке жеткен адамнан сұра, кез келген мықты әншіден сұра. Олар бірінші очередь өзінің мышлениесімен жұмыс жасаған. Себебі өзін құнсыздандыратын, өзін кінәлі сезінетін, өзін жазғыратын адамдар ешқашан сенімді болмайды. Ал сенімді емес адам, ол жарыққа шығуы қиын. Жұмысты бастауы қиын, әрекеті қиын. Барлық әрекетті жоққа шығарып құнсыздандырады. Яғни ол ойлайды шын мәнісінде, мысалға, үшінші кедергі ол құнсыздандыру. Шын мәнісінде мен өзімді құнсыздандырып жатырмын деп ойлайды. Ал негізгі құнсыздандыру біздің өзімізге емес, Аллаға. Себебі мен осындаймын, мен дұрыс емеспін, менің потенциалым жоқ. Кімге ренжіп жатыр? Аллаға. Яғни Алла мені осындай потенциалмен жаратпады. Менде дұрыс мүмкіндік жоқ. Кімге ренжіп жатыр? Аллаға тағы. Мен әдемі емеспін. Кімге ренжіп жатыр? Аллаға. Көрдің бе? Мені мінсіз етіп жаратпады. Менің жұмысым ұнамайды, значит, маған дұрыс жұмысты бұйырмады. Бессознательно түпкі жағында Аллаға деген реніш. Енді қара, сен Аллаға реніш білдіру арқылы қалай сен Алланың ризалығын аласың, қалай сен Алланың мүмкіндіктерін аласың, қалай сен Алланың потенциалдарын аласың. Сондықтан бұл жазғырулардың, бұл кедергілердің түпкі тамыры көрінбейтін Аллаға деген реніштер.
Яғни ең үлкені осы құнсыздандыру. Менікі онша емес, басқалардікі мықты деп өзіңді салыстыру, өзіңді төмендету. Төмен қоясында мүлдем жаңағы сұрамайсың. Мысалға постты жариялағың келмейді. Кім жаңағы өйткені құнсыздандырасың. Бұл кімге керек дейсің, кімге пайдасы бар. Яғни сен оның ар жағында Алла тағала үшін уже шешім қабылдап тастадың. Ешкімге пайдасы жоқ деп. Саған салған идеяның өзін құнсыздандырып тастадың. Яғни саған Алла тағала идея береді, бірақ ол кімге керек дейсің қазір? Елдің бәрі айтып отқан жоқ па? Сол менен де басқа адам көп емес па деген сияқты құнсыздандыру сөздері арқылы біз бейсаналы тұрғыда Алланы ренжітеміз негізі. Осы. Одан кейін үшінші қорқыныш. Қорқыныш бұл көп жағдайда үлкен сенімсіздіктен шығады. Обсуждениеден. Егер жалпы қорқыныштың түп тамырын қарайтын болсаң, кезінде біреуге оценка бергенсің, біреуге баға бергенсің. Яғни біреуді жасап жатқан кезде, осы блогерлер бар ғой, осындай, қазір бәрі ақылшы болып кеткен деген сияқты позицияны айтасың. Енді өзің бірдеңе айтайын десең, өйткені сен біреуді айтып қойдың ғой кезінде, ақылшы, елдің бәрі осындай, елдің бәрі қалай салады осыны, ұялмай деп оценка беріп тастадың ба? Сен де сол нәрсені жасауға кедергі болып тұрады. Ішкі страх, біреу не дейді, біреу не айтады, жасамай тұрып уже бас тартасың ойыңнан. Өйткені сен жасап жатырсаң, адамдардың реакциясынан қорқасың, адамдар сынайды деп қорқасың, біреулер айтады деп қорқасың. Себебі кезінде сен де сол адамдардың тобырында болғандықтан. Сен де солай айтқандықтан, мені де айтады деп қорқасың. Және сен айтқанда тұрған ештеңе жоқ. Ол сені қазір айтпай жатырғанына кім кепілдік бар? Сені дәл қазір солай өсектемей жатырғанына кім кепілдік бар? Дәл қазір сен ойлап тұрған, осылай айтады, осылай обсуждать етеді деген қорқынышты қазірдің өзінде саған айтып жатпағанына қаншалықты кепіл бере аласың? Осы жағынан ойланған кезде сенің қорқып тұрған нәрсең әшейін иллюзия болып шығады. Енді бұған әрі қарай тоқталамыз. Одан кейін перфекционизм. Идеальный жасау, идеальный көрсету, мінсіз болу керек. Мынау дұрыс болмады, мен әдемі жасауым керек, бұдан да жақсырақ болу керек. Мен жасаған нәрсенің бәрі керемет болу керек деген сияқты. Бәрін дайын болсын, бәрін реттеп алайын, бірінші сабақ түсіріп алайын, бірінші олай жасап алайын, бірінші бұлай жасап алайын, сосын барып бастаймын, сосын барып жасаймын, сосын барып сатамын деген сияқты кейінге қалдырулар. Перфекционизм шын мәнісінде ол иллюзия. Идеал болмаса бастамау. Яғни сенде тек қана идеал негізі Құдай. Ендеше сен Құдай болуға ұмтылып жатырсың. Егер сен өзіңнің Құдай емес екеніңді мойындайтын болсаң, онда сен перфекционизм деген иллюзияны алып тастауың керек. Сенің мақсатың бастау. Мына жерде кішігірім жетістікке не істеу керек қадамдарын жазып кеттім. Мен оны артқы жағынан жаңағы слайдтан қарап алсаңыздар болады. Соңынан қалай шешеміз оны айтатын боламын. Одан кейін прокрастинация дейді айтады ғой. Енді бұл жерде кейінге қалдыру. Бұл негізі мидың қызметі. Біздің миымыздың қызметі деп қарастыруға болады. Ол барлық адамда бар. Бірақ сен оны жеңіп үйренуің керек. Кез келген мидың қызметі ол бізде энергия сақтау. Энергия сақтау үшін бұл екі действие жасайды. Яғни біріншісі кейінге қалдырады, чтобы дәл қазір энергияны сақтап қалу үшін, немесе негатив ойлайды. Бағанағыдай жазғырады, кінәлайды, негатив ойлайды. Не себепті? Себебі сол кезде сенің миың энергия сақтап қалдым, кейін жасайды деп ысырып қойғанның арқасында ол энергия сақтадым деп ойлайды. Шын мәнісінде ми дұрыс ойлап тұрған жоқ. Мидың қызметі сол болғандықтан ол бессознательно сені тоқтататын, сені жаңағы шектейтін ойларды өзі-ақ салып береді, чтобы сені тоқтату үшін. Либо сен миды басқарасың, немесе ми сені басқарады. Осы. Енді миды қалай басқарамыз, не істейміз, соңында айтамын. Жалпы бұл да бір кедергінің бірі. Яғни кейінге қалдыра беру. Өмірде қалай көрінеді? Ертең бастаймын. Ертең мынаны реттеп алайын. Мына ұсақ түйектерді реттеп алайын деп
мысалға көп жағдайда мен жаңағы эксперттеріме айтам, жаңағы жақын адамдарыма айтам, иә. Сол кезде көбісі былай айтады: неге сен контент салмайсың? Вот контент салайын дейін, азанда ойланам, бірақ шын мәнісінде үйде бар ғой, ыдыс жуып кетем, тамақ істеп кетем, сосын босамайым, уақыт кеш болады, сосын балаларды ұйықтату керек болады, сосын оларды оқыту керек болады, вообще уақыт болмайды дейді. Егер уақыт болмайтын болса, онда байлардың да 24 сағаты бар, Илон Масктың да 24 сағаты бар, Тоқаевтың да 24 сағаты бар, менің де 24 сағатым бар. Неге именно сенде жоқ ол? Ендеше просто мен кейінге қалдыру осы әдетімнің кесірінен өзіме қысым жасап жүрмін. Реті келмей жүреді. Үнемі бір ретін күтіп жүреді. Сол иллюзияға сенгендіктен бір жылы қалай өтіп кеткенін байқамайды адамдар. Мен деген қыста бастаймын деген негізі, қыста арықтаймын деген негізі деген сеніммен жүре береді. Ешқашан болып бітпейді. Негізі бұл жалқаулық емес, ішкі бас тарту. Бұл бас тарту. Бұдан шығу үшін сен бас тартып тұрғаныңды мойындап, сосын барып ауыстырасың. Сен қазір неге дәл қазір бастаудан бас тартып тұрмын? Неге бұл ситуациядан бас тартып тұрмын деген сұрақпен, осознаниемен оянбасаң, бұл иллюзиядан вообще шыға алмай қаласың. Енді орысша айтып кетіп жатырмын, ренжімеңіздер. Одан кейін өз-өзіне деген саботаж. 7-ші, иә. Бұл өзі бастайды да, өз тоқтап қалады. Мысалға, жақсы болса ғана, нәтижені күтеді, нәтиже шықпай жатыр, қой, ешкім сатып алмайды дейді, уже сатпай қояды. Мысалы, сторис жасап бастайды, разборға жазыл, немесе маған плюс қалдыр дейді, ешкім плюс қалдырмайды, мен әлі дайын емес екенмін, оказывается дейді. Уже осы жерден бастап тоқтап қалып жатырған адамдар өте көп. Сторис салып көреді, айына бір рет, аптасына 2 рет, мысалға, иә, істеп көреді, ақша кірмесе тоқтай салады. Бірдеңе жасамаса тоқтай салады. Курс бастайды, жарты жолдан тоқтай салады. Яғни еш нәрсені соңына дейін апармайды. Бұл жерде ішкі сенімсіздік болғандықтан, ішкі сенімсіздікті алып тастамайынша, өзіңе толыққанды сенбейінше, сен әрбір істің басын бастап, аяғын аяқтамай жүресің. Сосын ойлайсың: ой, ол да менікі емес шығар, психология менікі емес шығар, ана бизнес менікі емес шығар. Осы позицияның шыға алмай қалады. Өсуге бұндай адамдар өспейді. Өйткені әр нәрсені бастайды, соңына дейін апармайды. Одан кейін 8-ші этап, ол өте көбісінде бар, ол салыстыру. Яғни адамдарды көреді да, бұлар деген наяққа кетіп қалыпты ғой. Мен әлі бастасам, мен жақта жүрмін ғой. Қашан мен оларға жетем? Жете алмаймын ешқашан. Деген сияқты. Инстаграм ашады, өзін жеткіліксіз сезінеді. Біреу жаңағы жетістігін көрсетсе, менде ондай жетістік жоқ қой, мен қалай бастаймын? Немесе өзімде әлі нәтиже жоқ қой, немесе мен әлі ешкімге жұмыс жасап, менде опыт жоқ дейді. Опыт болу үшін хотя бы бастау керексің ғой. Осы сияқты, онда опыт бар, менде опыт жоқ. Ол осындай, менде осындай деп өзін салыстырады да, өзінің минустарын тауып алады да, осы жерден тоқтай береді. Осы ситуацияда өте көп адамдарға әсер етеді. Өзін басқамен өлшеу, мен жеткіліксізбін деген сезім. Негізі адамдарды бір-бірімен өлшей алмайсың. Өйткені әрбір адам жеке, уникал, жеке тұлға, жеке образ, тура сен сияқты табылмайды. Мен сияқты мышление мамандары көп, бірақ именно менің айтатын нәрсемді айтпайды. Именно менің болмысымен сөйлемейді. Именно мен сияқты ашылмауы мүмкін. Менің ерекшелігім бөлек, басқалардікі бөлек. Менің түсіндіруім мүлдем қарапайым болуы мүмкін, біреулердікі ауыр болуы мүмкін, біреулердікі жеңіл болуы мүмкін, әркімге әртүрлі болуы мүмкін. Мен либо тез сөйлеуі мүмкін, біреулер жай сөйлеуі мүмкін. Немесе мен жай сөйлеуі мүмкін, олар тез сөйлеуі мүмкін. Разница жоқ. Бастысы, әр адамда тура мен сияқты адам жоқ. Сондықтан, тура мен сияқты адам болмайтын болса, менің салыстыруымның өзі иллюзия. Мен ешкіммен өзімді салыстыра алмаймын. Себебі, тап мен сияқты ешкім бола алмайды. Сондықтан, менің де адамдарға қажеттілігім бар, менің де өз аудиториям бар, менің де өзімнің қабілеттерім бар, менің де маған қажетті, маған мұқтаж адамдар бар. Тура солай қарайтын болсаң, тап сендердікінде, мысалға тігінші болсаң, қырғын тігінші болса да, сенің өзіндік иллюзияң, өзіңдік уникальнсың болады.
өзіңдік ерекшелігің болады. Сен стилист болсаң, сенің ғана ерекшелігің болады. Сен логопед маманы болсаң, сенің ғана ерекшелігің болады. Сенің сөйлеуің ұнауы мүмкін, сенің болмысың ұнауы мүмкін, сенің ұяңдығың ұнауы мүмкін біреулерге. Жалпы сен ұнайтын, сені ұнататын қазіргі таңда адамдар бар болатын болса, ендеше сенің аудиторияңда бар. Вот осы. Одан кейін, енді жалпы айтып жатырмын, одан кейін сыртқы рұқсат күту. Обязательно бұл жерде біреуден мақұлдауын күтіп, біреуден баста десе, біреу айту керек сияқты, сен баста, сен жаса, сен мынаны көр, сенің қолыңнан келеді деп үнемі біреу айтып отыру керек сияқты. Шын мәнісінде сырттан бейсаналық тұрғыда рұқсат күтіп жүретіндер болады. Маған өзі бола ма? Мен жасайын ба? Мен жақсы айтам, иә? Деген сияқты адамдарда іштей бір күтіп тұрады. Біреулердің мақтауын, мадақтауын, ешкім ештеңе демесе, менің сөзім өтпей жатыр деп сыртқы факторға байланып тұрады олардың сөздері, олардың әрекеттері. Яғни сені мақтаса ғана мен дұрыспын, сені мақтамаса мен дұрыс емеспін деген сезім болады. Мысалға, дәл қазір сен менің шашымды келіп, қызыл де, немесе көк де, оған мен ренжіп қалам ба? Немесе мен оған қиналам ба? Іштей жоқ. Ендеше сыртқы фактордың ойы, идеясы маған олай әсер етпеу керек. Өйткені мен өзімнің қандай екенімді білсем, неге мен оны басқа біреулерден мақұлдауын күтуім керек? Осы нәрсенде рұқсат беретін, өзіне рұқсат бере алу арқылы шығады. Осы жаңағы сыртқы рұқсатты күтуді бейсаналы адамдарда болғаннан кейінде өзіне үлкен кедергі жасайды. Біреулер, ой, давай деп бір 10 шақты адам жасасай деп бәрі қоймай жан-жақтан айту керек сияқты, чтобы сен бірдеңе бастауың үшін. Олай емес шығар. Ендеше сенің сырттан күтуің де иллюзия. Саған келген идея ол Аллахтан, ендеше сенікі тек қана жүзеге асыру. Бұл ең базадағы 9-ын айтып шықтым. Тағы бір қайталап өтемін. Және 10-шы ол рұқсат бере алма. Осының барлығына еркін болуға, өзіңді алып шығуға, өзіңе, жалпы өзіңнің қалай бар солай болуға рұқсат бере алмайсың. Осы нәрсе кедергі болады 10-шы. Яғни бірінші өзін жазғыру, екінші өзін кінәлау, құнсыздандыру, қорқыныш, перфекционизм, кейінге қалдыру, өзіне деген саботаж, жақсы болуға тырысу, салыстыру, сырттан рұқсат күту. Осы дүниелер саған ең үлкен кедергі. Барлығының да шығу жолы бар. Бұл кедергілер, бұл ақаулар емес. Әрбір кедергінің бұл убеждение дейді ғой, мидағы. Біздегі ескі сценарийлардан, ескі программалардан келген, ұят болады, жасама олай, болмайды дегеннен, страхпен, қорқынышпен, бола ма, болмай ма деп, әбден бала позициясында болғандықтан. Негізі осы жерде мен айта кетейін, позиция туралы бір айтып қалдым ғой. Негізі барлық адамда 3 позиция болады. Бұл ересек позициясы, бала позициясы және ата-ана позициясы. Сол жерде тек қана ересек позициясында болу керекпін, бала позициясынан шығу керекпін дейді көптеген психологтарды естіп алған адамдар. Шын мәнісінде бала позициясынан шығу керек деген сөз емес. Бұл позициялар бар сенде, және ол міндетті түрде болады. Просто ата-ана позициясының бірнеше фактор бар. Мысалға, сенде контроль ата-ана, немесе қамқор ата-ана болады, ішкі позицияңда. Сенде осы екеуінің қайсысы басым, соған қарай убеждениелерің болады. Ендеше контроль ата-ана болса, сен жазғыру, өзін кінәлау, салыстыру деген позициялар сол жерден шығады. Ал қамқор ата-ана болса, өзін ойлау, өзін түсіну, өз болмысыңды қарау деген сияқты, өзіңнен сұрау, маған керек па, жоқ па деп өзіңмен санасу, осындай позициялар шығады. Тура солай бала позициясында да бірнеше этапы бар. Яғни еркін бала позициясы және бейімделгіш бала позициясы. Егер сен бейімделгіш бала позициясы болса, онда өзіңді кінәлайсың, ренжисің, өкпелейсің, салыстырасың, ақталасың, дәлелдейсің. Осы сияқты ішкі кедергі ақаулар пайда болады. Ал сен осы бейімделгіш бала позициясынан еркін бала позицияға өтсең, сен қалаған дүниеңді жасайсың, өзіңе еркіндік бересің, драйв болады, қалаған андайда бір өмірден не дейді ғой,
любопытная барбара деп айтама, барлық нәрсеге қызығасың, жасап көру процесске қызыға бастайсың. Давай былай істеп көрейік. Так болмай қалды да, онда былай жасап көрейік деген позиция пайда болады. Андай, мынаны жасап көрдім, ой, болмай қалды деп кетпейсің да. Давай вот так, вот так, вот так деген позиция пайда болады. Яғни, так, мынау өтпей жатыр, иә? Онда аудиторияға былай шықсам ше, мынандай болса ше, мынандай бір андай өзіңе еркіндік бересің, максималды. Ол кәдімгідей сенің еркін екенің аудиторияңа да сезіледі. Сен қиялға ерік берген адамның айтып жатырған сөздері де банальны болмайды. Яғни бір контенттер қазір көп қой, қаншама адамдар бар, бір контентті атып кетті ма, соны қайталап мыңғырық сол контент шығып жатырады жан-жақтан. Как будто басқа адамдардың ойы жоқ сияқты, басқа адамдардың идеясы жоқ сияқты. Ал сен ішкі еркін бала позицияңды шығарсаң, соны дамытсаң, сенде не пайда болады? Еркіндік пайда болады, қиял пайда болады. И сен тренд шығаратын, сен бренд шығаратын адам боласың. Ендеше өзіңді трендке, брендке айналдыратын, өзіңнің жеке өскеніңді қаласаң, өзіңнің блогыңды ашқың келсе, алдыға жылжығың келсе, өзіңді жаңа версияңды көргің келетін болса, онда маған жеке разборға жазылыңыздар. Жеке диагностикалық разбор ол менде дәл осы сабақты көрген адамдарға тегін. Яғни, сол диагностикада саған қандай кедергілер бар, не басым, осыны анықтаймыз және қалай жұмыс жасау керек, схемасын сызып беретін боламын. Сондықтан келесі сабақта күтемін. Сау, саламатта болыңыздар.